жеке консультациялар өткізіп жүрмін деп стористарыма салып та жүрмін ғой, байқағанда шығарсыздар. Сол консультациялар бойынша менің бір түйгенім, аңғарғаным осы: біздің жігіттердің біразында тіпті депрессия мекен деп те уайымдай бастадым. Неге десеңіздер, менің көп еститінім мақсатсыз, жігерсіз, жұмыс істегісі келмейді, энергиясы жоқ, бірдеңкені бастайды да тастайды деген сияқты бір диагноздарды көп естимін. Негізі біз депрессия десе үнемі бір жаңағы жындыханада, психушкада ақ халатқа орап тастаған бір Шуриктің киносындағыдай оқиғаларды, эпизодтарды елестетеміз ғой. Негізі депрессия деген өзі бір ауру десең ауру емес, сау дейін десең сау емес дүние екен. Жақында бір кітаптан оқыдым. Депрессия деген тура жаңағы тізбелеген жайттар бойкүйездік, жалқаулық, салғырттық, мақсатсыздық болып жалғасып кете береді екен. Ал одан шығудың төте жолы ең кемі спортпен шұғылдану, ең одан да кемі жаяу жүру. Мақсатыңызды анықтай алмай жүрсеңіз, миыңызды ретіне келтіре алмай жүрсеңіз, спортпен шұғылдануды көбейту керек екен негізі жігіттер. Кәдімгі мүйізі қарағайдай профессорлар кітаптарында депрессияның емі ретінде спортты айтып жатыр.